Аялай жобасының аясында бүгін қыз бен жігіт кездесуі тақырыбын қозғамақшымыз. Жігітпен кездеспес бұрын қыздар кей дүниелерге назар салғанын қаладық. Жобаны аяғына дейін көрген адам қыз бен жігіт кездесуі жайлы 4 шындықты біле алады. Жалпы біздің қоғамда жігіттер мен қыздардың арасындағы қарым-қатынастың және алғашқы кездесудің, оның ішінде басқа да кездесулердің белгілі бір қабылданған этикеті, әдебі және үлгісі жоқ. Соның әсерінен қыздар да жігіттер де қарым-қатынас басталмай тұрып бір-бірін түсінбей жатады. Мысалы, алғашқы кездесуге қалай дайындаламыз, не киіп барамыз, қандай сұрақтар қойылуы керек, не айтылуы керек, не айтылмау керек. Осының барлығын ешкім түбіне кіріп зерттемейді. Соның кесірінен мысалы қыз да жігіт те бір-біріне жағымсыз немесе ұнамсыз тұсынан көрініп қалуы мүмкін. Жалпы осындай танымдық ақпарат қазіргі жастарға қатты қажет. Мысалы менің өзімнің басымнан да, құрыларымның басынан да неше түрлі қызықты және жағымсыз оқиғалар өтеді. Оның ішінде мысалы есепті кім төлеу керек? Алғашқы кездесуде жігіт қызды үйінен алып кету керек пе? Содан кейін үйіне шығарып салу керек пе? Сондай нормалардың, қабылданған нормалардың болмағанынан қыздар да жігіттер де қарым-қатынасқа түсуден қорқады. Осындай жағдайға қыздар неге тап болады? Қыз бен жігіт кездесу барысында этикет сақталуы міндетті ме? Этикет деген енді белгілі бір қоғамда шартты деп қабылданған бір ережелер, өзін өзі ұстау ережелері. Енді қазіргі заманда әр топ өзінше этикет жасап алады. Әрбір әлеуметтік топтар өз бетінше этикеттері бар. Сондықтан бұл жерде егер бір этикетті ұстанамыз десеңіз жігітіңізбен, онда жігітіңіз сол әлеуметтік топтан болу керек. Мысалы, сіз қалада өскен, жоғары білімі бар, бір ірі мекемеде жұмыс істейтін қызсыз дейік, мысалы. Ал жігітіңіз мысалы ауылдан келген жігіт болсын. Оның этикеті бір басқа, сізден күтетіні. Сіздің этикетіңіз бір басқа болады, сәйкес келмейді. Бірақ оныкі дұрыс па, сіздікі дұрыс па, оны айтуға болмайды. Ол жігіттің жүрген ортасында сол дұрыс, сол қабылданған. Сіздің жүрген ортаңызда сіздің көзқарастарыңыз дұрыс. Сіз сол көзқараспен сол ортада өмір сүре аласыз. Сондықтан этикет деген енді бұны жалпы мені осылай ғана дұрыс деп қабылдауға болмайды. Әр нәрсе бір жерде ол дұрыс, керек, бір жерде ол кедергі болады. YouGov эксперттері 1200 америкалық арасында сауалнама өткізді. Нәтижесінде алғашқы кездесуді қандай дүниелер құртады деген сұраққа жауап тапты. Қыздар да, жігіттер де ұялы телефонға қарай беру, онымен ұзақ сөйлесу, хабарлама жазып отыру кездесу жайлы әсерді бұзатынын айтыпты. Ер адамдардың 52%, әйел адамдардың 43% танысу сайттарындағы шындыққа сай келмейтін фотоларды салу дұрыс емес дейді. Сонымен қатар әрбір 4-ші еркек, әрбір 3-ші әйел тамақты дауыстап шайнайтын жанмен қайта кездескісі келмейді екен. Қыздардың 30% сөз сөйлеуге мүмкіндік бермейтін жігітпен де екінші рет кездесуді қаламайды. Сауалнамаға қатысқан ер адамдардың 25%-ына алдындағы асты суретке түсіріп, желіге салатын қыздар ұнамайды. Әрбір 4-ші нәзік жандыға есепшот бойынша ақша төлемейтін жігіт ұнамсыз. Кездесу сәтті не сәтсіз бола ма? Жалпы қыз бен жігіт кездесуі қалай өту керек? Қандай факторларға қарап, екінші рет кездеспеген абзал деген шешім шығараламыз? Бұл жолы да психолог маманнан консультация алдық. Алдымен олар қоғам мүшелері ретінде қарым-қатынас болу керек. Яғни әлі қыз жігіт емес. Мысалы, олар бір ұжымда жұмыс дейік, олар әріптес ретінде. Ер адам, әйел адам ретінде емес. Тек қана тұлға ретінде, адам ретінде. Таныған дұрыс алдымен. Мысалы, әлеуметтік желіде таныса салып, оңаша кездесуге барған деген бұл өте енді дұрыс қадам емес. Қауіп көп.
бұл белгісіз нәрсе, бұл өзің білмейтін бір жерге бару, өзің танымайтын адаммен оңаша кездесу деген енді өте қауіп төндіретін нәрсе ғой. Сондықтан егер қателеспеймін десеңіз, мысалы қыз бала қате шалыспаспаймын десе, ең алдымен сол жігітпен жаңағындай көпшілік жерде қатынасқаны дұрыс. Яғни ол ұжымда өзін қалай көрсетеді, бұл не деген адам, басқа адаммен қарым-қатынасы қандай, оның репутация деген болады, қандай, оны дос-жарандары кім деп біледі, қандай адам деп біледі, туыстары қандай, ол мысалы егер қол астында біреулер болса, соларға қарым-қатынасы қандай, немесе өзінің бастығымен, әріптестерімен қарым-қатынасы қандай. Сондай нәрселер, жұмысты қалай атқарады, жауапкершілікті өзіне алып жүрген адам ба, әлде жауапкершіліктен қашып жүрген адам ба, жүріс-тұрысы, әдептілігі, өмірге деген көзқарастары, соның бәрін сыртынан ғана бақылап, осындай көпшілік арасында өзін қалай ұстайды, өзін қалай көрсетеді, бұл не деген адам деп таныған дұрыс ең алдымен. Менің айтып отырған мүмкін бір идеальный нәрсе шығар, бірақ ең дұрысы осы жол. Ешқайда асығудың қажеті жоқ. Менің бір керемет армандаған махаббатым қол ұстатпай, арманым ұшып кетеді деп ойлаудың қажеті жоқ. Содан кейін осылай танысып, осылай адам ретінде ұнатқаннан кейін бір жақсы қасиеттерін, жақсы қырларын, жақсы қылықтарын көргеннен кейін барып, кішкене жақынырақ қарым-қатынас жасауға болады. Яғни қыз бен жігіт ретінде енді екеуміз мысалы серуендейік. Әлде бір кафеге барайық. Әлде бір киноға барайық. Деген сияқты енді бір оңаша кездесулерге енді ғана аяқ басуға болады. Және ол жерде де ең алдымен ол көпшілік жерде болу керек. Жаңағындай кино, кафе, басқа адамдар, басқа бір бар жер, сондай. Содан кейін сол жердің өзінде де ең дұрысы, қалай десем екен, сезімге беріліп кетпеу керек. Бұрын болған ғой, жаңа жігітті сынақтан өткізу деген бір нәрселер ертегілерден оқимыз, бір ежелгі аңыздардан оқимыз, иә? Соның бәрінде өте жақсы негіз бар. Сондықтан келесі екінші кезеңде, мысалы, қыз бен жігіт не нәрсеге қыз бала көңіл аудару керек. Жаңа көпшілік жерде кездескеніміз дұрыс дедік қой. Мысал үшін мынандай нәрсені алайық, иә? Сіздер кафеге келдіңіздер. Кафеге келдіңіздер, жаңа жаныңыздағы жігіт официантқа мысалы өктем сөйлейді дейік. Бұйыра сөйлейді. Өзін бір керемет бір не ретінде ұстайды жаңағы жерде. Үстемдігін көрсетеді, күшін көрсетеді. Иә, тәкаппарлық көрсетеді дейік. Қыздарға кейде осындай нәрсе ұнайды, осындай мінез ұнайды жігіттерде. Қыздар ойлайды, мынау керемет бір ер азаматтың мінезін көрсетті деп. Жоқ, олай емес. Ертең сол официанттың орнында сен боласың. Түсіндіңіз бе? Егер ол әлеуметтік сатыда өзінен төмен тұрған адамға өктемдік танытатын болса, бұл жігіт тәкаппарлық танытатын болса. Ер азаматтың мына түп санасында әйел адамды өзінен төмен санау деген болады. Көп, өте көп жігіттерде сондай болады. Яғни ертең ол саған соны істейді деген сөз. Сондықтан оған ешқандай жаңағы жігіт әлсіз адамдарға күш танытқаны, ол оның ерлігі, азаматтығы, бір ер мінездігі емес. Сосын тағы да назар аударатын нәрсе, жігіт таныса салып, мысалы, дегеннен қарым-қатынасты бастай салып, комплиментті жаудыратын болса сізге. Орынды орынсыз. Тіпті сізге өте ұнап бара жатса да, өте жаныңызға жағып бара жатса да, құлағыңызға жағып бара жатса да, бұл бір күдік туғызатын белгі. Өйткені шынайы қарым-қатынаста адам бас салып басқа адамды мақтай жөнелмейді. Және ісі мен сөзі қаншалықты сай келеді, қаншалықты сәйкес келеді жігіттің.
бұл да өте маңызды көрсеткіш. Сосын жаңағы жігіт сізді үнемі өзіңіздің құрбыларыңыздан, достарыңыздан ажыратып бөліп алғысы келеді ма? Бұл да бір күдікті нәрсе. Егер кімге звондай бересің? Кім саған жазып отыр? Ол кім? Қайда барасың? Деген мысалы көп бақылау болса. Сізді бір оқшауландырып алғысы келетіндей әрекет жасаса, бұл да өте күдікті нәрсе. Осының бәріне көңіл аудара білу керек. Танысуға арналған сайттар қауіп-қатерге толы. Мұндай қорытындыға Есет компаниясы келді. Өйткені танысу сайттарына тіркелгендердің 34% алаяқтықтың құрбанына айналған. Ал әрбір 10-шы қолданушы шантажға тап болады. Сондықтан жігітпен кездесуге аттанбас бұрын қауіпсіздік шарасына мән беріңіз. Қоғамдық жерде ғана кездесіңіз. Кездесуге кетіп бара жатқаныңызды жақыныңызға айтыңыз. Егер жігіттің фотосы болса, оны да жіберіп қойыңыз. Кездесу орнының мекен-жайын ағаңызға не әпкеңізге WhatsApp арқылы жолдай аласыз. Ұялы телефоныңыздың қуаты толы болсын. Powerbank сөмкеңізде жатса, артық етпейді. Қасында газ баллоны жатсын. Кім қалай өтініш айтса да, алкогольге жоламаңыз. 2021 жылдың наурызында 19 жастағы Аяжан Еділова азаптап өлтірілді. Осы жоба марқұмның құрметіне аялайық деп аталды. Аялайық жобасы арқылы қыздарымыз тек қана жақсылыққа лайық екенін айтқымыз келді. Бүгін жоба өз мәресіне жетті. Бұл контент қыздар сіздерге өмірде өз орындарыңызды тауып, сүйгеннің сүйіктісі атанып, бақытты болуларыңызға себепкер болады деген үміттеміз.